Бұл жерде істеуге болатын жалғыз нәрсе мақсаттың маңыздылығын төмендету. Оған дүкенге газет алуға барғандай қарап, бір нәрселерден қатты қашқыңыз келген сезім әлемге, өзіңізге деген логикалық наразылығыңыздың жалғасы болып табылады. Қажеттілік күшейген сайын артық потенциал соғұрлым күшті болады. Сіз оны неғұрлым қаламаған сайын соғұрлым соқтығысу ықтималдығы жоғары. Таразылағыш күштерге ол қалай тепе-теңдікке келетініне бәрібір, ал оның тек екі жолы бар. Бірі сізді соқтығыстан ары апару, бірі итеріп жіберу. Қақтығыс болмас үшін көкірегіңіз ояу түрде ол жайттан бас тартқан жөн. Онымен ғана бәрі бітпейді. Сіз өзіңіз қаламайтын нәрсе жайлы ойлаған кезде, ол міндетті түрде орындалатын желінің жиілігінде энергия шығарасыз. Белсенді түрде қаламаған сайын, сіз әрқашан сол нәрсені аласыз. Сөзбе-сөз мынадай жағдай орын алады. Адам елшіліктегі салтанатты қабылдауда, айналасында бәрі әсем түрде, әдепті теңдестірілген. Кенеттен ол қолдарын сілкіп, аяғымен тарсылдатып, оны әп-сәтте бұл жерден шығаруын қаламайтыны жайлы айғайлай бастайды. Әлбетте, күзетшілер пайда болып, бұзақылық жасаушыны қолға ұстайды. Барынша қарсыласқанымен оны дереу сыртқа қуып жібереді. Ол шынайы әлем үшін тым асырылған сурет болғанымен, энергетикалық деңгейде бәрі бірдей қарқындылықпен жүреді. Тағы бір мысалды қарастырайық. Түн ортасында көршілердің шуы оятты делік. Сіздің қатты ұйқыңыз келіп тұр, ертең жұмысқа бару керек, ал ол жақта кештің нағыз қызу кезі болып жатыр. Олардың тезірек үні өшкенін қалаған сайын, ол одан арман ұзақ уақытқа созылуы ықтимал. Сіз одан бетер ашуланған сайын, оларға тіпті көңілді сияқты. Сіз оларға жек көрінішпен қараған сайын, мұндай кештер жиі қайталанып тұруы әбден мүмкін. Бұл мәселені шешу үшін сәтсіздік немесе жарықшаны сөндіру әдісі қолданылады. Сіз мәселеге әзілмен қараған жағдайда ғана оны сөндіресіз. Тіпті ешқандай эмоция мен қызығушылық танытпай-ақ оны елемеуге болады. Онда жарықша істен шығады және әлеует пайда болмайды. Сізде таңдау бар екені санаңызға тыныштық сыйласын, және сіз оны қалай қолданатынын білесіз. Көршілер үндерін өшіреді. Осылай бұл жұмыс істейді, тексерсеңіз болады. Енді сіз талдап көріңіз, қай жерден маңыздылықты асыра сілтеп жібердіңіз және соның салдарынан қандай мәселелерге тап болдыңыз. Егер жағдай тіпті нашар болса, маңыздылыққа түкіріңіз. Өзіңіздегі тәуелділік сезімін қағып жіберіңіз де табанды түрде позитивті энергияны таратыңыз. Қазір қандай жағдай болса да тіпті жақсы. Егер сіз үлкен жеңіліске тап болдым деп ойласаңыз, жағдайды осылай бағалауға болады. Қуаныңыз, осындай кезде таразылағыш күштер сіздің жағыңызда. Өйткені олардың міндеті жаманды жақсыға өтеу. Ылғи жақсы бола бермейтіндей, үнемі жаман болуы да мүмкін емес. Ешкім өмір бойы сәттілік толқынында ұшпайды. Энергия деңгейінде ол осылай көрінеді. Сізге кенеттен шабуыл жасап, ұрысып, заттарыңызды алып алып, ұрып, соғып, сосын ақша салынған қапқа тығып жібереді. Неғұрлым көп зиян шеккен сайын, соғұрлым қаптан көп ақша шығады.